Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, бүгін біз алма мен сәбізден жасалған дәруменге толы шырынның рецептісімен бөлісетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің арнамда дәмді бөлкелер, жүмсақ үлпілдеген пирогтардың рецептісі бар. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Алма мен сәбізді жақсылап жуып тазалап, одан соң ұсақтап турайтын боламыз. Ұсақтап турасаңыздар тезірек пісетін болады. Әрбір адам күніне бір түйірден алма мен сәбізді жеп тұрған дұрыс. Құрамындағы көптеген дәрумендер адам ағзасына өте пайдалы. Үйдегі кішкене балалар сәбіз бен алманы қолына ұстатсаңыздар өте жақсы жейді. Сондықтан да ұмытпай балаларыңызға беріп тұрғандарыңыз дұрыс. Келесі кезекте алманы да дәл солайша тазалап және де бөліктерге бөлеміз. Алма адам ағзасындағы темір жетіспеушілікті жояды. Яғни алманы жиірек жесеңіздер, қан аздықтың болмауына әсері зор. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым қолжетімді мастер-класстан алынған рецепттер бар. Сондықтан да менің каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де сіздерде менімен өздеріңіздің рецепттеріңізбен бөліссеңіздер болады. Мен де сіздердің рецепттеріңізбен жасап көретін боламын. Барлығын турап алған соң қант қосамыз. Одан соң батып тұратындай етіп су құямыз да 35-40 минуттай қайнатамыз. Мінекей біздің шырынымыз қайнап жатыр. Және де 2 қасықтай лимонның да шырынын қосамыз. Блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Сәбіздің құрамында каротиноид бар, және де А витаминге бай. Каротиноид ол сәбіздің дәмі мен оның түсіне әсері зор. Яғни осы каротиноидқа байланысты болады. Алма мен сәбіздің құрамындағы А витаминдер және де көптеген витаминдер ол адамның көзінің көруіне және де терісінің жақсаруына септігін тигізеді. Сондықтан да сәбіз бен алмадан жасап осындай шырын жесеңіздер болады. Мінекей менің шырыным дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер қантты қосқан кезде осылайша қайнағаннан кейін тағы да дәмін көрсеңіздер болады. Егер қанты аздау деп жатсаңыздар, қант қосуға болады. Ал болмаса, қою деп жатсаңыздар, үстіне қайнаған су құйып, сұйықтау қырып, әркім өз талғамына қарай ішсе болады. Мінекей мен банкаларға құйып, одан соң тоңазтқышқа салып салқындатып ішуге дайындап қойдым. Мінекей достар, біздің шырындарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болды. Мен осылайша отбасымдағы балаларға ұсынамын. Әсіресе қызымның көзіне пайдасы зор. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.